Allahu akbar, Allahu akbar. Инна дина индаллахил ислам. Расында Аллах Тағаланың қасындағы шынайы дін анау Адам алейхиссалам жаралғаннан бергі ислам дейді. Ислам яғни бір Аллаға бойұсыну деген дін. Иудейлер исламды дәріптемеді. Иудейлер бөлініп иудаизм деген нәрсеге кетіп қалды, болды. Ол жақтан енді халық тура жолды ешқашан тани алмайды. Одан кейін Исаның артындағы серіктер келді, ғасырлар өтті, адасты, христиандар. Олар христиандық деген нәрсені дәріптеді, Аллаға бойұсынуды еш нәрсе дәріптей алмады енді жердің бетінде. Сөйтіп Алла Тағала өзіне бойұсыну деген дінді жаңғырту үшін шешті. Сөйтіп Жибриилге бұйрық беріп, Жибриил Аллах Тағаланың әмірімен, уахимен түсті пайғамбар саллаллаху. Осы түскен күн, осы түскен түн, құрметті бауырлар, осы қадір түні да. Қадір түнін қадірлі қылған нәрсе Құран. Қадір түнін қадірлі қылып тұрған нәрсе Құран. Ешкім Құраннан ажырап қадір түнінің қадірін бере алмайды, құрметті жамаат. Құранмен байлану арқылы ғана бұл түннің қадірін бере аласыз. Өйткені бұл түнді қадірлі қылған нәрсе осы Аллах Тағала тарапынан түскен Құранда. Міне сол Жибриилдің жаңағы уахиы келіп, Нәжм сүресінде де Алла Тағала айтқандай, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, алламаку шадидул қуа дейді. Ол Жибриил деген керемет қуаттың иесі дейді. Білім кімде, қай жақта болады екен? Білім мен қуатты Алла Тағала байланыстырып жатыр. Оны бұл білімді үйреткен қуаттың иесі дейді ол. Міне Алладан келген білім қандай білімді? Пәрменді білім ол. Раббысын қастерлейтін білім келді да. Алла Тағаланың есімі жердің бетінде Аллаху акбар деген нәрсе пайда болатын күн келді да жердің бетінде. Бұған дейін жоқ еді. Қадір түні осы нәрсені шешті да, осы тағдырды Алла Тағала. Сол қуатты Жибриил ғой оған үйреткен дейді. Ол уахиді. Зумирратин. Ол мықты күштің иесі дейді. Фастава. Қараңыздар. Жибриил көрінді. Субханаху ва тағала. Қараңыздар, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз Хира үңгірінде Жибриил көрінді. Вахуа бил уфуқил а'ла. Анау көкжиектің ең биік жағынан көрінді дейді Жибриил. Суммадана. Сосын жақындады пайғамбарға қарай. Фатадалла. Төмен қарай түсті. Фауха иля абдихи ма ауха. Осылайша уахи етті құлына Аллах Тағала. Уахи етуге тиісті нәрсені дейді. Жибриил келіп мені оқы деп айтты дейді маған. Оқы. Мен хат танымаймын ғой дедім. Бірінші рет көріп тұрған Жибриилді қараңыздар. Содан Жибриил келіп мені қысты дейді. Қатты қысқаны соншалық жаным шығып кете жаздады дейді. Содан қоя берді. Қайтадан өз жөніме қайтқан кезімде оқы деп айтты дейді. Мен оқи алмаймын, мен хат танымаймын. Тағы бір рет қысты дейді. Жибриилмен танысу сәтін қараңыздар қандай. Ұстаз бен шәкірттің арасындағы танысулары қандай болғанда. Аллах үшін байланыс. Ешқандай басқа байланыс жоқ. Адалдық байланыста, қуатты байланыс. Осылай басталғанда бұл іс. Қадір түні осындай оқиға болған, құрметті бауырлар. Сол Жибриил үшінші рет оқы деп айтқанда мен оқи алмаймын, мен хат танымаймын дедім дейді. Үшінші рет келіп мені қысты. Жаным шығып кете жаздады. Қоя берді да. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен басталды. Алла Тағала өзін таныстырып жатыр. Жибриилдің қысуы жаңағындай болса, онда әлемдердің Раббысы, өзіңіз ойлай беріңіз да. Жибриилдің жаратушысының күші қандай. Сол әлемдердің Раббысынан Жибриил келді. Сөйтіп, көктегі періштелердің елшісі мен жердегі адамзаттың елшісінің арасында байланыс басталды. Осы байланыста келді, құрметті жамаатына, қадір түні да. Үлкен байланыс бұл. Бұл байланыс болмағанда күйреп баратқан еді жердің беті. Бітті, заяға кетіп баратқан өмір етті. Осы заяға кетіп баратқан өмірден алып шықты ғой Алла Тағала. Міне қадірі қандай да бұл түннің. Жаратқан Раббыңның атымен оқы. Адамды ұйған қаннан жаратқан. Өзіңді де тана, неден жаралғаныңды. Таныз білім қалай басталған алғашқы аяттар. Жаратқан, адам баласын ұйған қаннан жаратқан. Оқы, Раббың сенің ең керемет
Міне, білім алған кезіңде ең бірінші біліміңнің жемісі Раббыңды тануда. Раббыңды тана. Сенің қолыңдағы бүкіл жақсылық содан келген. Аямай берген, жақсылығын саған осы күнге дейін аямаған Раббыңды тана. Сол үшін оқы. Әлләзи аллама бил қалам. Адам баласын қаламмен үйреткен. Алламал инсана ма лам яғлам. Осылайша адамға Құранын түсіріп, білмеген нәрселерін үйреткен деп осы 5 аятты жеткілікті көреді Алла Тағала. Міне осылайша осы оқиға қадір түнде болған, құрметті бауырлар. Лаухул махфуз деген нәрсені сіздер білесіздер. Алла Тағала көктер мен жерді қоблан холақас самавати вал арда би 50 әлф сана. Көктер мен жерді жаратудан 50 мың жыл бұрын Алла Тағала қаламды жаратып жаз деген. Нені жазамын, Раббым? Жаз болатын нәрсенің барлығын деп қаламға уахид салған кезде, қалам лахул махфузға нұрмен жазып шыққан ғой түгел нәрсені. Еш нәрсе жаралмаған кезде Алла Тағала менің білімімнің құдіреті дейді. Міне, түгел нәрсені жаратпай тұрып білем дейді мен не болатынын. Ертең сол нәрсе жердің бетінде жаратылып басталған кезде дөп түсіп отырады ана жерге. Алланың білімінің құдіретін көрдіңіздер ғой қандай. Осындай Раббымыз бар, құрметті жамағат. Осындай керемет Раббымыз бар біздің. Осы керемет Раббыларыңды тана деп жатыр міне. Міне сөйтіп Алла Тағаланың қалауымен Ибн Аббас радиаллаху анху айтқандай, фусила әл-Құрану мина зикри. Алла Тағаланың әмірімен лаухул махфузға жауапта, лаухул махфузға қарайтын періштелер тап-таза. Мысалы, кирам, барары, олар сондай құрметті дейді Алланың алдында. Абыройлы, сондай пәк күнәдан дейді. Тақуалар. Солар сол Құранды бөліп алады Алланың әмірімен. Сөйтіп Ибн Аббас айтады. Алып келіп фаюдағу фи бейтил изза фи самаи дуния. Мына өздерін көріп тұрған төменгі дүние аспаны жұлдыздар жарқырап тұрған. Сол жұлдыздардың арасында Алла Тағала арнайы бір жұлдыздарды таңдаған екен. Жаңағы жұлдыздар қамал секілді. Сіз ба? Сол жерде бейтул изза деген бар. Ғиззат үйі. Бедел үйі дейді. Оны бедел қылған Құран. Сол Құран осы түрінде бөлініп алып лаухул махфуздан фусулал Құрану фаудиға фи бейтил изза. Жаңағы ғиззат үйіне кеп түскен осы бетінде толық. Сумма анзалаху. Аллаху субханаху ва таала абра Джибриила аля наби саллаллаху алейхи ва саллям бихасабил вақаиғ фи 23 сана дейді. Сөйтіп оқиғаларға байланысты, жағдайларға байланысты Алла Тағала өзінің даналығымен 23 жылға сол жерден бөліп Джибриил әкеп тұрды дейді. Сахабалар айтқандай 5 аят, 6 аят, сосын 7 аят өстіп Алла Тағаланың қалауымен аз-аздан әкеп тұрды. Неге толық түспейді деген жаңағы бір сөзді де кәпірлер айтқан екен. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Анау кәпірлер айтып жатыр. Неге Құран толығымен осылай түсе салмаған бұл Мұхаммедке деп, ана фитна жасау үшін. Сонда Алла Тағала түсіндіреді. Неге бөліп түсіндірген? Кәзәлик, осылайша Алланың даналығымен линусаббита бихи фуадака. Ақиқат деген ауыр нәрсе дейді. Оны ақырындап 5 аятта кеп жүрегіне саламыз. Сен оны танисың, ұғынасың, қорқасың, хақын бересің, амалға асырасың, сөйтіп келесіне келеміз. Жүрегіңнің түбіне бекіту үшін осылай істедік дейді. Бірден ешкім көтере алмайды бұны. Мысалы, анау Мединада түскен аяттар Меккеде кезеңде түскенде Айша анамыз айтады, сахабалар көтере алмас еді дейді оны. Көрдіңіз ғой? Соқтан Алла Тағала Раббымыз бірте-бірте тәрбиелейді адам баласын. Өйткені хулиқал инсану дуифа. Адам баласы өте әлсіз жаралған, шыдамсыз, төзімсіз. Сондықтан оны бірте-бірте тәрбиелеп қана қуатты қылуға болады екен. Міне осылайша біз Құранды бөліп-бөліп түсірдік. Сосын варатталнаху тартила. Қандай әдемі нәрсе. Біз саған оны ұғындырып оқыдық дейді. Жаңағындай оқы, қысып, көрдіңіз бе? Бұл жай нәрсе емес бұл. Бұл анау физика кітабындағы ғылым емес, анау математикадағы ғылым емес. Бұл Раббыңның талабы. Өзі Музаммил сүресінде айтқандай, «Инна санулқи алайка қаулан сақила». Сөзсіз ай Мұхаммед,
біз саған ауыр сөзді түсіреміз дейді. Ауыр сөз деген сөз, оның ішінде бұйрық пен талап болады. Оның ішінде маған ұнайтын, нәпсіге ұнамайтын нәрселер болады. Міне осы ауыр сөзді көтеріп, амал етіп жүре алуың үшін мен сені түнде тәрбиелеймін дейді. Түнде сен намазға тұрасың дейді. Осы түсіп атқан аяттарды оқи беретін боласың дейді. Мәнерлеп, қалай саған Жибрил ұқтырып оқыды, намазда тұрып та солай ұғынып оқитын боласың дейді оны. Сосын мынандай нәрсені түсіндіреді. Сол Музаммил сүресінде инна нашиятал лейли хия ашадду ватва ва aqwamu khila. Сөзсіз түнгі құлшылық, түнгі намаз, түнге тұрған кезде, түнгі уақытыңыздағы намазға тұрған кезде. Ол деген сөз адам Алла тағаламен байланысты бекітуге басылатын ең мықты қадам дейді. Сосын нәпсіге былай тұр деп айтылатын қадам дейді ол. Күндіз оны істей алмайсың дейді. Тек қана түнде ғана кім істесе, онда ол шын мәнінде нәпсісіне былай тұр деген сөз дейді. Ва aqwamu qila. Сондай-ақ сен күндіз сөйлеп жүресің ғой дейді. Мен Аллаға сенем, ақыретке сенем, жәннат керек, тозақтан қорқам деген. Күндізгі сөздеріңде салмақ жоқ дейді. Түнде соны оқып тұрған кезінде aqwamu qila. Сөзіңнің ең түзуі сол кезде ғана болады дейді. Сондықтан түнгі намаз ол шындық екен, құрметті бауырлар. Түсінесіз ба? Сол түнгі намазымыз үзілмесе, күндізгі намаздарымызды да шыңғып жүре салады ғой соның берекесімен. Міне. Сондықтан бұл не үшін бұл түнгі намазды айтып отыр? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мен қома лейлатал қадри", кімде-кім қадір түнін иманмен, уахтисабан, қадір түнінің сауабына үмітпен тұрып берсе дейді түнде. Мысалы жаңағы тараух намаз, тағы да қазір Құдай қаласа біреу өзіне құлшылықтарын жасайды. Осыны істеп берсе, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи. Өзіңіз ойлаңыз, осыған дейін істеп келген күнәларының барлығы кешіріліп кетті дейді. Бұл не деген керемет, құрметті бауырлар. Адамның өзі ең қатты қорқатын нәрсесі, Алла иман бергеннен кейін қорқатын нәрсесі күнә. Күнәда, егер күнә кешірілсе, онда бақыттысың да. Өйткені бұл нәрсені айтып отқан себебім, Айша анамыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен: "Я Аллахтың елшісі, егер қадір түніне дәл кеп қалсам, қай дұғаны тілейін" деген. Тілейтін нәрсеміз көп қой негізі. Көп нәрсені тілегіміз келіп отыр, мысалы қазір. Сонда неден бастаған? Күнәдан бастаған ғой. Сонда дұғаға қарасаңыз, Аллахумма иннака афуун. Аллахым, сен, афу деген сөздің өзін түсініп алайық, құрметті бауырлар. Иннака ғуфурун деп айтқан жоқ пайғамбарымыз саллаллаху дұғада. Сен кешірімдісің деп аударып жүрміз ғой біз негізі. Асылы кешірімді деген мағынаны толық бере алмайды ол. Афуун деген Алланың сифаты. Мысалы, ваяфу ан касир. Алла тағала қаншалаған күнәларыңды елемей жатыр ғой дейді. Түсіндіңіз ба? Елемеу мен кешіру екеуі бөлек нәрсе. Кешіру деген сөз еленген нәрсе кешіріледі. Еленбеген нәрсе деген ол басқа нәрсе. Сен елемеушісің ғой, Раббым. Қараңыз. Сен кешіре салушысың ғой, соны елемей. Кітабыма жазбай. Қараңыз қандай мәселе. Сен сондайсың, Раббым. Ватухиббул ғафуа. Сондай-ақ сен де жақсы көресің бізден. Біздің де адам, қасыңызда бір адам қателесіп қалса, кейде деп бүйтіп тұрып алсақ, біз не істеп жатырмыз? Біз елеп оны, жер қылып жатырмыз да оны. Ал бір адамдар бар, жаңағы хақыңызға қателесті, бірақ көрмегендей қыла саласыз. Мен хақымнан бір түсе салайын, Алла тағаланың да кешірімі керек қой маған ертең. Өйткені қаншалаған күнәларыңды елемей жатыр дейді Алла тағала. Соның арқасында аман жүрміз біз. Өйткені жаңағы арш туралы айтылды, аршыны көтеріп тұрған періштелер. Періштелердің төртеуі мына дұғаны айтады екен: Субханака аля афуика бағда құдратик. Раббым, азаптап жіберуге құдіретің жете тұра елемедің ғой, не деген пәк едің дейді екен періштелер. Төртеуі да. Төртеу айтады екен: Субханака аля хилмека бағда илмек. Раббым, біле тұра сондай ұстамдылық жасап, еш нәрсе азап жаза жасамадың ғой. Қараңыз. Осы періштелер біздің тілеуімізді тілеп тұр ғой. Міне осындай жағдайлар, құрметті бауырлар, егер де мына күнә деген нәрсеге біз уайымдайтын болсақ, ол басқа дұғаларыңызды сұрап үлгересіз бе бұл түнде, сұрап үлгермейсіз бе, оны Алла тағала шешіп тастайды оны. Көрдіңіз ғой? Шешпейтін нәрсесі жоқ оның бұл түнде. Сондықтан ең басты нүктені тауып алсаңыз бұл түнде, қалған нүктелерді Алла шешеді. Ең басты нүктені таба алмай қалсақ, басқа нүктелерге жолығып жатқан мен ол көп нәрседен біз жаңағы
негізгі нәрседен махрұм қалып қоюымыз мүмкін да. Міне Алла тағала Қадыр сүресінде де Бисмиллахир-рахманир-рахим инна анзалнаху фи лайлатил қадр дейді. Сөзсіз біз бұл Құранды Қадыр түнінде түсірдік. Екі мағынаны қараңыздар, құрметті бауырлар. Біз қазір Қадыр түні ғана ойлап отырмыз ғой. Алла тағала тек Қадыр түнін ойлама дейді. Сөзсіз біз бұл Құранды Қадыр түнінде түсірдік. Құранмен байланыстырып құрметте дейді бұл түнді. Тек қана бір өзіңе бір дүниелік жақсылықтар сұрап емес, Құранмен байланыстырып. Өйткені бұл түнді қадірлі түнді қадір қылған ол осы Құран. Сондықтан Құран деген нәрсе, құрметті бауырлар, қазір біреуіңіз оқып отырып, жәннат туралы бір аятты оқысаңыз, сосын жүрегіңіз сондай ерекше болып Алла тағала көңіл сыйлап, Раббым жәннатты берші маған, Раббым жәннатты берші маған, Раббым жәннатты берші маған деп сұрап қалсаңыз, сіз 1000 ай бойы, бұл минимум, 1000 ай бойы жәннатты сұрап өткен адам боласыз. Бірақ жүрек, мына жақтағы уайым шын болу керек та. Сосын тозақтан 3 рет сыйынатын болсаңыз, Құранды оқисыз, мен тозақ туралы айтылып жатыр. Алла, сақтай көрш тозақтан, Раббым тозақтан сақтай көрш, Раббым тозақтан сақтай көрш деп 3 рет айтатын болсаңыз мысалы. Бұл неге 3 рет айтатын нәрсені айтып жатырмын? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мә мин муслимин", бір мұсылман жоқ дейді. Саалаллаху азза ва жалла ал-джанната саласа марратин қат. Жәннатты Раббысынан 3 мәрте сұраған кезінде дейді, илля қалатил жанна, жәннаттың бұлай деп айтпауы мүмкін емес дейді. Қараңыз, анау мұсылман нәрде жәннатты шын жүрегінен сұрап атқан кезде, жаңағы дұғаны жәннатқа жеткізеді екен ғой Алла тағала. Жәннат естиді. Содан жәннат айтпай қоймайды дейді. Робби адхилху ияя, Раббым кіргізші оны маған. Раббым ана құлды кіргізші маған. Уама ясалу, жаңағы ястажиру мин азабин нари саласа марратин қат. Сондай-ақ тозақтан да 3 мәрте егер сыйынса дейді шын жүрегімен, Раббым тозақтан сақташ мені. Раббым мені тозақтан сақташ. Бұл иман, құрметті бауырлар. Біздің о жақта туысқанымыз жоқ. О жақта әлемдердің Раббысы бар. Ол шешеді да, туысқан шешпейді. Өйткені Алла тағала Құранда айтады: "Фаиза нуфиха фис-сури", сұрға үрленген күні, "Фала ансаба байнахум", ей Мұхаммед, жеткіз адамдарға айт, ешқандай туысқандық байланыс болмайды, генеалогиялық байланыстар. "Вала ятасаалун", тағы бір нәрсені айтайын, тіпті бір-бірінің жағдайында сұраспайды дейді қияметте. Тек қана әлемдердің Раббысы. "Лақад жи'тумуна фурада", дейді Алла тағала, "Кама халақнакум аувала марра", міне келдің алдыма жалғыз келдің, жеке, мен сен анаңның құрсағында жеке жаратқандай. Ал кімің бар енді көмектесетін? Егер де Раббымызбен байланыс болған болса, онда Раббың көмектеседі сол жерде сізге. Оның көмегінен кейін ешкімнің көмегі керек жоқ. Міне осы байланыс 3 рет жәннатты сұрасаңыз шын жүректен, 3 рет тозақтан сыйынсаңыз, тозақ айтады екен: "Робби ажирни минху", Раббым менен сақташы мына құлыңды. Шын сұрап жатыр екен, сақташы мені деп айтады дейді. Қадір түні осы тілектер көп болу керек та. Біз негізгі нүктелерге жұмыс істеу керекпіз қазір дұға тілегімізде да. Духон сүресінде Алла тағала, мына сүреде Қадір түні деп атаса, Духон сүресінде Алла тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамим вал китабил мубин, инна анзалнаху фи лейлатин мубарака", дейді. Қараңыздар. Сөзсіз біз бұл Құранда берекелі түнде түсірдік дейді. Екінші сифаты кетті. Қандай түн? Берекелі. Яғни осы айда өзін құрметтеген құлдарына сыйлағалы тұрған жақсылығында шек жоқ деген сөз. Сарқылмайды. Сондай берекелі түн дейді бұл. Осы Қадір түннің бір мағынасы Лейлатул Қадр дегенде, Қадр сүресі, құрметті бауырлар, бірінші мағынасы бұл қадірлі түн деген мағынаны білдіреді. Екіншісі тағдыр түні деген мағынаны білдіреді. Тағдыр түні дегенде осы түнде Алла тағала келесі Қадір түніне дейін мынандай нәрсені жасап жатыр. Бізді қызықтыру үшін, түзелуімізге көмектесу үшін да келесі Қадір түніне дейін тағдырыңды жазам дейді. Осылай бастап отыр. Олай болса, Қадір түнінде көреміз қандай тағдыр саған керек болып тұр жүрегіңде. Қараңыз. Дұғаңнан көреміз. Өйткені ана жақта фиха юфраху кулла амрин хаким дейді Духан сүресінде. Бұл түнде
Раббыңның даналығымен шешілген қаншалаған істер шешіледі дейді қазір. Әркімнің тағдырына жоспар жасалады Алла тағаланың. Ол үшін әркімнің жүрегіне қаралады, сыртымызға қаралмайды. Жүрегіңде не сұрап жатсың осы түнде да? Әміран мен ғиндина. Менің құзырымнан әмірмен келеді дейді періште. Әркімді қарайды. Берік не істеп отыр екен? Беріктің жүрегі қалай екен? Тұрсынның жүрегі қалай болып отыр екен? Кімнің Сабыржанның жүрегі қандай екен? Әрбір жүрекке қаралады. Неге бұл нәрсені айтылып жатыр? Өйткені айтады: "Ва иннаху самиун алим". Өйткені сол қадір түнде әркім аузынан бір дұға шығарып жатқан кезде, жүрегінде уайым бар ма жоқ па соны жасап жатқан кезде, Аллах тағала бәрін естіп тұр, бәрін біліп тұрмын дейді. Сол Алла тағаланың сіздің жүрегіңіздегі нәрсені біліп, аузыңыздан шығып жатқан дұғаңызды есту арқылы келесі тағдыр түнге дейін тағдыр жазылады. Сіз сұраған тағдыр екен ол. Сіз оны білмедіңіз де. Сондықтан не сұрайсыз бұл тағдырда? Қандай сізге тағдыр керек? Мысалы, Рамазан айының өзінің берекесінің бір ерекшелігі, Рамазан айы сондай бір ай, сәресі деген нәрсе болғаннан кейін таң намазы ешқашан қаза болмайтын ай бұл. Ертең шыққаннан кейін бір Алла біледі, жалқаулық қалай келеді. Сондықтан сіз сұраған кезде сіздің дұғаңызда, қараңыз, біреу мысалы дүниені сұрап отыруы мүмкін, бірақ сіздің жүрегі: Раббым, таң намазым қаза болмайтын тағдыр берші маған. Қараңыз, уайымыңыз қандай да? Кім не сұрап жатыр? Қараңыз, жүрек не істеп жатыр да? Раббым, осы жылы адама уф демейтін тағдыр берші маған. Раббым, егер менен біреу осы жыл бойы қарыз сұрап келсе, мә, ала ғой дейтін жүрек берші маған. Көрдіңіз ғой? Раббым, мен анау бала шағама жақсы тәрбие беретін берші, мен көңіл бөлмеппін де оларға. Раббым, туысқандық байланымды реттеп алатын тағдыр берші маған. Раббым, түнгі намаздарымда тахаджуд оқитын тағдыр берші маған. Уайымыңыз. Осы үшін келген қадір түні да. Осы үшін келген қадір түні бұл. Әркім, егер уайымыңыз жүрегіңізде күшті, Алла тағала естіп тұр, көріп тұр. Сол уайыммен байланысты жазылады тағдыр, құрметті бауырлар. Сол уайымды біз көрсете алу керекпіз осы түнде Аллаға. Не біз уайымдап жүрген нәрсе? Міне, енді қадір түніне ерекшеліктеріне келетін болсақ, жалпы осы сүреде Аллах тағала қадір түніне байланысты 3 ерекшелікті баяндайды. Осы сүренің өзінде басқа түндерге тән емес 3 ерекше қасиетін баяндайды. Сол 3 ерекше қасиетін баяндамастан бұрын біздің жүрегімізді уайымға, маңыздылыққа келгісі келеді бірінші. Мысалы, сіз біреуге бір маңызды нәрсені түсіндірейін деп тұрған кезде, оған осылай айта салсаңыз, қарайсыз, түсінбеді әлі. Тағы қайталайсыз, түсінбеді, тағы қайталайсыз, түсінді. Содан кейін барып айта бастау керексіз әңгімені. Біз кейде ол түсінбей жатып айта береміз де, ол ешнәрсе түсінген жоқ. Сен де түсінбейді екенсің, бағанадан босқа сөйлеп отырмын ғой дейсіз сосын. Өйткені сіз тәсіл, сөйлесудегі тәсіліміздің өзі дұрыс емес бізде. Бірінші адамның көңілін қаратып алу керек. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху бір маңызды нәрсені айтатын кезде, я Муаз дейді, мысалы, Муазбен келіп, ләббайка, алдыңдамын, я Аллахтың елшісі. Кішкене уақыт өтеді. Әлі көңілі менде ме, менде емес пе? Я Муаз, ләббайка ва сағдайк, сені қуандырамын, сенің алдыңдамын, я Аллахтың елшісі. Біраздан қайтар, содан кейін барып бірақ айтады да, көңілді не істеп алды? Көңіл толығымен пайғамбарымыздың айтқалы тұрған өсиетіне дайын. Міне сол сияқты қадір түні, біз бұны қадір түні түсірдік дейді да, енді қадір түнінің қадіріне кіргізіп жібергісі келейін деп тұр ғой бізді Алла қазір. Сол үшін мына бір аятта айтқан: "Ва ма адрака ма лайлатул қадр". Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, ей Мұхаммедтің үмбеті, қайдан білесің ол қадір түнінің не екенін дейді сен. Қараңыз қалай бастап отыр. Қадір түнінің не екенін саған не білдірді? Білмейміз, Раббымыз. Баяндашы бізге. Баяндашы, мен жүрегіміз дайын қазір. Қандай түн бұл деген кезде Аллах тағала баяндайды енді. Лайлатул қадри хайру мин алфи шахр. Қадір түні деген 1000 айдан хайырлы дейді. Бірінші ерекшелігін қараңыздар. Құран түскен жаңағы түн, бұл түн дейді 1000 айдан хайырлы. Яғни сахабалардың түсіндіруімен қадір түні істелген әрбір амал, ол дұға болсын, ол тасбих болсын, ол намаз болсын, ол Құран оқығаның болсын, ол біреуді қазір мына жерде бір әже шығып мені үйге апарып тастайсыз ба десеңіз, қазір жүгіріп шығып мен апарып тастайын деп таласып қалсақ мына жерде,
ол бүкіліне кіре береді. Бұл түнде істелген бір амал 1000 ай істелген амалдан қайырлы дейді. Яғни сол амалды сізге 1000 ай бойы үздіксіз істелді деп жазылады. Бұл минимум. Бірақ Алла Тағала 1000 айға тең деген жоқ бұл айда. Соны дұрыстап нетіп алайық. 1000 айдан артық деді. Яғни ар жағында сан тағы бар, біз білмейміз. Алла Тағаланың кеңшілігінде жатыр ол сан. Жалпы енді 83 жылдан астам деп отырық қой. Ол 90 болуы да мүмкін, ол 100 болуы да мүмкін, ол 120 болуы да мүмкін. Алланың кеңшілігіне тапсырыңыз, оны шектемеңіз ешқашан. Осыған түсінікті болу үшін Мужахид деген Ибн Аббастан көп хадис естіген, Ибн Омардан, Мужахид деген табиғин, сол кісі айтады, Ибн Абу Хатимнің тәпсірлерінде, Ибн Касирдің тәпсірлерінде, сонда Мужахид айтады, балағани, маған сахабалардан айтқан хабарлардан жетті мынандай бір хабар дейді. Кана фи бани Исраил, Исраил ұрпақтарында ражулун, бір кісі болған дейді. Лабиса силаха альфа шахрин фи сабилилла. Алланың жолында дейді, 1000 ай бойы қару көтеріп жүрген дейді. Фалам ядуху анху. Ол қаруды ешқашан тастамаған дейді. 1000 ай бойы. Сонда فعندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه عجبوا من قوته. Аллахтың елшісі сахабаларына осы хабарды айтқан кезде сахабалар осы біздер секілді отырып таң қалды дейді оның қуатына дейді жаңағы адам. Бұл қалай сонда? Қандай иман керек оған? Қандай Аллаға берілгендік керек? Жәннатты қалау деген қандай нәрсе? Бізде жоқ қой ондай. Біреуіміз өзіңіз айтқандай Аллахтың елшісі 60 пен 70 жастың арасында өмір сүреміз бұл үмбет. Онда озып кеткен екен ғой бізден амалда. Біз қанша істесек те енді жете алмайды екенбіз ғой деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан лайлатул қадр бар бізде дейді. Бізде қадір түні бар ғой деген да. Бір амалыңды істесең 1000 айдан артық жазылады дейді. Сонда қатты қуанып кеткен. Фафарихан набию саллаллаху алейхи вассалам ва насу маху. Пайғамбарымыз да қуанды, пайғамбарымыздың қасындағы сахабалар да қуанып кетті дейді жаңа хабарға. Міне құрметті бауырлар, бұл түн егер уайым рас болса на жүректе шын болып жатса мына жақта бәрі, онда 1000 айдан артық жазылады ол. Субханалла деген сөзіңіз, мысалы, бір альхамдулилля деген сөз, құрметті бауырлар, мен салмағын айтып кетейін. Альхамдулилланың өзін айтқан кезде де, соны Алланың нәсіп еткеніне қуанып айтыңыз да, ол альхамдулилля деген сөз егер біз білген болсақ. Біз көбінесе дүниеге қарағаннан кейін, ақшаға қарағаннан кейін альхамдулилланың құнында дұрыс танымай жүрміз. Әйтпесе оны өкіртіп тұрып айтар едік біз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, альхамдулилля ямлаул мизана дейді. Қиямет күні алдыңа таразың қойылған кезде бір альхамдулиллаң таразыға түссе дейді, басып кетеді дейді. Бір альхамдулилля. Неге? Өйткені ол хақ сөзді. Сол хақ сөзді дұрыс ниетпен, жақсы шынайылықпен айтуды нәсіп етсін де Алла Тағала баршамызға. Сол осы қазір өзіңіз айтатын альхамдулилланы қанша рет айтсаңыз 1000 айдан артық жазылады. Біз оны ешқашан ондай тұрақты түрде істей алмаймыз. Бірақ Алла Тағала солай қалады бұл үмбетке жеңілдікті. Осы түнде істеп берсең 1000 айдан артық істедім деп жаза берем деді, болды. Қараңыз кеңшілігі қандай да. Міне бұл айдың бірінші бергелі тұрған нәрсесі осы екен де бізге. 1000 айдан қайырлы. Қай амал істесеңіз де қазір 1000 айдан қайырлы болады. Сосын адамдарды қорқытпаңыздар, егер бір адам жамандық істеп қойса да 1000 айдан артық жаз жоқ. Жамандықты олай істемейді Алла Тағала. Бірақ жақсылыққа кеңшілігі сондай. Бір жамандық істесе, бір жамандық жазылады оған. Қай күн істесе де. Екінші, бұл түннің беретін бізге сыйы, бұл мұсылманды қатты қуандыратын тағы бір нәрсе. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жибрил әрбір Рамазанда кеп тұратын. Ибн Аббас радиаллаху анху айтқандай, кана расулуллахи ажвадан наси. Аллахтың елшісі сондай ең жомарт адам еді дейді. Жомарт деген сөзде тек қана бірдеңкені беру емес, адамға деген көңілің шығып кетеді да. Жақсылықты жасағанда енді жоғалтып аласың өзіңді. Жасай бергің келеді, есің шығып кетіп жасайтын дейді. Сонда кана ма ажвада ма якуна фи рамадан. Ең сондай сипаты дейді, Рамазан кірген кезде енді сипаттай алмаймыз дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жомарттығын. Хайна я'тихил Жибрил. Жибрил оған Рамазанда келетін дейді. Фи кулли лейла. Яғни басқа айларда уахимен кеп тұрса, Рамазан айында Жибрил әр түні келеді екен. Кана юдарисухул Qur'ана. Келіп Құранның дәрісін жасайтын дейді.
өзіндегі Құранмен пайғамбарымыздың жүрегіндегі Құранды салыстырып алатын. Әр Рамазанның түнінде келіп Құранмен екеуі жаңағы дәріс қылатын дейді. Міне осы Жибриил пайғамбарымыз дүниеден озғаннан кейін бізде енді қалаймыз ғой. Шіркін-ай, Жибриил деген, мысалы, біз көрмесек те, бірақ түсіп қазір жерде жүр деген хабардың өзі қандай нәрсе ол, мысалы. Сондықтан Алла Тағала осы нәрсеге дейін сыйлап жіберді ғой бізге, құрметті бауырлар. Егер қадірін біле алсақ біз бұл нәрсенің де, өйткені Жибриил деген нәрсе ол шын мәніне келгенде үлкен абыройлы жаратылыс ол. Ол өте таза, үлкен жаратылыс қой ол. Міне сол Жибриилді кетеген мұъминдердің махаббатын, сағынышын түсінетін, мысалы, соны Алланың рахымы қамтып, мына 7-ші қабат аспанда Сидратул Мунтаха деген ағаш бар. Межелі сидра ағашы дейді. Жибриилдің ең соңғы барып көтерілетін биіктік нүктесі сол ағаш. Одан ары барамайды Жибриил. Алла Тағаланың әмірі түсетін жерде сол ағаш. Сол жерден бұйрықты алады Жибриил, сосын көктер мен жердің арасына бұйрықты таратады. Осы сидра ағашы туралы Ибн Аби Хатим өзінің тәфсирінде, Ибн Касирде өзінің тәфсирінде мынандай бір оқиғаны келтірген. Сонда баяндалады: инна сидратал мунтаха, осы межелі сидра ағашы дейді, фихи малаика, бұл ағашта періштелер бар дейді. Бұл ағашта періштелер бар. Яъбудун Аллаха аля ахсаниха, сол ағаштың бұтақтарында құлшылық жасайды дейді олар. Періштелер, ағаш толған періште да құлшылық жасайды дейді. Ма минхум мин ахадин илля қад уътия рафатан ва рахматан лил муъминин. Сол жердегі періштелердің әр қайсысына мұъминдерге деген жұмсақтық пен рахымдылық берілген дейді. Яғни мұъминдер өліп қалайын деп тұрған періштелер екен да. Тілеуіңізді тілеп дейді. Сонда бұл періштелерге келетін болсақ, пайғамбарымыз салсам Исра оқиғасы болған кезде, сидраның қасына барған кезде, Нәжім сүресінде айтады ғой, сидра ағашын Алла Тағала көз алдына көрсеткен. Енді ондай нәрсе, керемет нәрсе да, 7-ші қабат аспанда, биіктіктің ең шыңы ғой, жаратылыстар көтерілетін. Жибриил мысалы. Изяхша сидрату ма яхша деген Алла Тағала. Сол кезде Мұхаммед пайғамбар сидра ағашына қарап тұрған кезде, сидра ағашын Алланың әмірімен бүркеген нәрсе бүркеді дейді. Неге бүркеген нәрсе бүркеді деп қана айтқан? Өйткені пайғамбарымыз салсам айтады: мен көрген нәрсені дейді, Ла тасифуху алсинатун фил арди. Жердің бетіндегі тіл сипаттай алмайды дейді оны. Жердің бетіндегі тіл жетпейді дейді. Сөзі де әдебиеті, ананы сөйлеуге, анау мүлде басқа нәрсе ғой. Сол кезде раайту аль-фараша мин аз-захаб, алтын сияқты көбелектерді көрдім дейді да. Жаңағының бәрі періштелер екен. Алланы дәріптеп атқан. Алтын көбелек сияқты көрінген ғой. Сөз ғой. Жарқыраған деген нәрсе. Сонда Алла Тағала фама жағзағал басару, мазағал басару ва матаға. Ол жерге қарап тұрған кезде көзі оңға солға отқымады дейді. Ва матаға, әдеп таттап басқа жаққа қарай қарап қалмады дейді. Бұл жерде не үшін айтып отыр десеңіз, Аллах Тағаланың берген нәрсесінен мұсылманның назары оңға солға кетпеу керек екен да. Пайғамбар сол сидраның өзін тапсырма ретінде көрсеткен екен да. Қара деп. Алланың әмірі болды дегенше көзі басқа жақтарда бірдеңкені іздемеген екен. Қараңыз жүрегі қандай болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда осы сидрадағы жаңағы періштелер юнадиллаху Жибриил, Аллах Тағала сол кезде қадір түні кіретін уақытта Жибриилге бұйрығын түсіреді дейді. Инзил ма хаулаил малайка, мына сидратул ағаштың үстіндегі бүкіл періштелерді алда, түсіңдер жерге деп. Қадір түні осы бұйрықты беріледі екен. Содан барлығы түседі. Хина тағрубу шамсу, күн батқан уақытта олар түсіп қойды. Сөйтіп жердің бетінде фәлә ябқа буқатун, жердің бетінде бір бос орын қалмайды. Илля фихи малакун, жаңағы сидрадан түскен періште тұр дейді өзі. Бір бос орын жоқ дейді. Тек қана олар жаңағы синагогаға, шіркеуге, бұтханаларға, отқа табынатын жерлерге, жаңағы байтун фихи сукрон, қай үйде бір мас адам жүрсе сол жаққа кірмейді, қай үйде мускер, мас адам болмаса да арақ тұрған үйге де кірмейді дейді олар.
Сөйтіп өздерінің Алла тағала кірмейтін жерлер бар, қалған таза жердің бәріне келіп тұрады да, имма хуа сажидун, қараңыз. Түскен бетте сәждеге кетеді біреуі, Алла тағала солай бұйырған. Сен сәждеге кетесің. Түскен бетте біреуі қойымын, біреу қиямға тұрады, жаңа біз намазда тұрғандай. Осы қиям, сәжде, рукух жасайды олар, таң атқанға дейін. Білесіздер ме не үшін жасайды соны? Сонда Алла тағала бізге айтып отыр ғой. Ядғу лил муъминина вал муъминат. Бүкіл муъмин ерлер мен бүкіл муъмин әйелдерге дұға жасайды дейді. Қараңыз. Біздерге дұға жасап отыр да. Қараңыз, Алла тағала рахымы қандай да. Осы нәрсені сыйлаған. Әркімге дұға жасап отыр. Міне Алланың беретіні бізге көп, бірақ біздің Аллаға беретініміз сондай сараңбыз, сондай жаманбыз, нашармыз, ұрысқақпыз. Көрдіңіз ба? Алланың бізге беріп отқан нәрсесін қарашы. Біз соны бар ғой, түні бойы намаз оқып сұрасақ та соны сұрай алмайтын едік біз ондай құбылысты. Бірақ бере салды ғой соны. Осыны түсінсек те біз Алла тағаламыздың қандай жақсылығы, қандай сарқылмайтын Раббымыз екендігінде. Сосын жаңағы хадистің соңында айтады, Ибн Абу Хатим айтады, وَلَا يَدَعُ جِبْرِئِيلُ أَحَدًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا صَفَحَهُ. Алла тағала мүмкін біреуге бүгін нәсіп етер сол нәрсені. Жибриил дейді, мүминдердің қолынан ұстайды дейді. Қараңыздар. وَمِنْ عَلَامَةِ ذَلِكَ, оның белгісі дейді, иқшағар ражилдуху, жаңағы адамның терісі тітіркеніп кетеді дейді бірден. Дұға жасап отқан кезінде, сөз ба? Терісі тітіркенеді дейді. Вараққа қолбуху, бірден жүрегі сынады дейді. Жүрек Алла тағала кетті болды, берілді. Уадамағат айнаху, және көздерінен жас шыға бастайды дейді. Осы үш белгі зәлика мен мусафахати Жибриил деген. Жибриилдің ұстауынан болған әсер дейді. Құрметті бауырлар, сондықтан дұғаларымыздың кезімізде бұл нәрсеге қатты берілу керекпіз. Бұл қадір түннің біз беретін жайы. Ана Ибн Касирге ары қарай кіретін болсаңыз, бір Аллах тағала жақсырақ біледі, жалпы, бірақ сол тәфсір кітабында айтылғаннан кейін айтып отырмын. Ана көтерілгеннен кейін дейді олар. Ана аспан осы болған құбылыстар туралы сөйлейді дейді. Ана пәленшені көрдім, пәленшенің баласы пәленше сәждеде болды ғой. Пәленшенің баласы пәленше деп. Қарады, аспандағы тақырып не бұл? Аспандағы тақырып біз болады екенбіз ғой. Көктер мен жер адамзат үшін жаралған. Адамзаттың құлшылығы үшін жаралған да Алласына. Қараңыз қандай мәселелер. Сөйтіп дұға жасап отыратын періштелер бар дейді әрбір адамға. Сонда жаңағы біреу былтыр жаман болып жүреді, биыл жақсы болып кетті. Яғни 5 уақыт намазы тіріліпті. Сол кезде жаңа періште, онда оған дұғамызды қосайық деп дұғаға кіріп кетеді екен. Пәленшенің баласы пәленше, Раббым кешіре көрші, пәленшенің баласын пәленшені кешіре көрші. Кімге заказ жасай аласың бұл дүниеде сізге солай дұға жасауға? Ешкім сізге өйтіп шаршап қалады. Ал періште шаршамайды да. Егер осы түні, құрметті жамағат, Алла тағаланың міне осындай таптаза періштелерін адамзаттың қызметіне беріп қойғанда, таң атқанша осындай жағдайда болады дейді олар. Міне үшіншісі әмірі сәламун хия хатта матлағил фәжр. Жалпы бұл түн дейді, бейбіт түн дейді, бұл сәлем дейді. Ешқандай жамандық қаланбайды ешкімге, тек өзі жаман болмаса. Алла тағала ешбір адамға бұл түнде жамандық қаламайды. Есіктер ашық. Кімде-кім жаңағы мен жұмаға оқып жүрмін, бүгіннен бастап 5 уақыт намаз тірілтеймін мен, маған сондай тағдыр керек деп сұрайтын болса қазір, шешілді ғой жағдайы. Көрдіңіз ба? Абыройы көтеріледі. Алламен байланысы дұрысталғаннан кейін Алла тағала бүкіл өмірін дұрыстап береді енді оны. Бұл бейбіт түн. Бейбіт болады таң атқанға дейін дейді. Таң атқанша жаңа періштелер не істеп отыр қазір? Сіздің тілеуіңізді тілеп отыр. Олардың дұғасы қабыл болмайды деп айта алмаймыз. Тек мәселе тек біздің жүректегі нәрсе да. Омар радиаллаху анху айтады ғой. Мен дейді Раббыма дұға жасаған кезде мен ешқашан уайымдамаймын дейді. Оның жауабы келмейді деп дейді. Қараңыз. Өйткені дұғаны жасайтын кезімнің өзінде егер жүрегім уайым дұрыс болса,
дұғамның сөзіне дейін береді ғой дейді Алла тағала. Қараңыз, дұғамның сөзіне дейін береді дейді да, сосын жауабын әкеп қояды дейді. Былай қарай, енді мен уайымдаймын тек қана бірақ нәрсені, мен сол сұрап атқан кезде мені жүрегім соны шын қалап жатыр ма, әлде құр жай сұрап жатырмын ба? Мен уайымдайтын нәрсе осы дейді. Егер мынау жүрек оны уайымдамаса, онда жауап кетіп қалады. Түсіндіңіз ба? Алла тағала дұғаңмен жауабын қоса береді. Бірақ жүрегіміз уайымдамаса, оны өзіміз махрум қалдырып қалады екенбіз. Қазір мысалы, Раббым мен өсек айтпайтындай қылшы мен енді деген кезде өсек айтпайтындай жауабыңыз келіп тұрады екен. Бірақ шыға салып өсек айтып жатсақ, біз оны уайыммен сұрамағанбыз. Біз бір Алланың құдіреті жүзеге асып кетсе екен. Егер барлығы мәжбүрлі түрде сіз өзгере берсеңіз, онда сізге сауап жазыла ма? Алла тағала сондықтан айтады: "Валау ши'на лахадайна кулля нафсин худаха". Егер біз қаласақ, әрбір жанды тура жолға сала салар едік мәжбүрлеп. Бірақ сенің жүрегіңдегі уайымың деген нәрсе керек дейді бізге. Сенің жүрегіңдегі уайым керек деп жатыр дейді Алла тағала. Рас сұрап жатсың ба сен соны? Рас сұраған адам қазір ана жаққа барғаннан кейін айта алмай тұрады: "Мен жаңа сұрадым ғой Раббымнан. Астағфирулла, астағфирулла". Міне соның дұғасы қабыл болады да, оны Алла тағала өсектен арылтып береді енді. Ешқашан айтпайтын болады ондай нәрсені. Сол шындық деген нәрсе осындай. Міне сөйтіп періштелердің барлығы қазір жердің бетінде, сөйтіп таң ататын уақытта ең бірінші Жибрил көтеріледі. Жибрил көтеріледі де 600 қанаты бар, арнайы 2 қанаты бар дейді, сол түні ашатын. Сол екеуін ашқан кезде күннің сәулесін бүркеп қалады дейді ол, нұр. Күн, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, байдоа, әппақ болып көрінеді дейді. Ла шуғаға фихи, сәулелері жоқ. Жибрил тұрды. Сосын ана бүкіл періштелерге кеттік деп айтады екен. Бүкіл періштелер көтеріледі. Сөйтіп дүние аспанына, одан кейін 2-ші аспан, 3-ші аспан, сидраларға барып, сонымен аяқталады. Сосын Раббысының алдында осы түн туралы есеп тапсырады. Қандай құл, қандай болды деген. Сонда Жибрил бір сұрағы келтірілген: "Раббым, пәленшенің баласы пәленше бұрынғыдай емес, жаман болып кетіпті" дейді. Сонда Раббыс айтады екен: "Оны белгілі бір уақытқа дейін қойып қойдым" дейді мен. "Егер тәубасына келсе, кешірем ғой" дейді екен. Соқтан құрметті бауырлар, қазір біреу жерде жас бар, ата-анасы намаз оқымай жүр. Біреу ата-ана намаз оқып жүр, баласы намаз оқымай жүр. Біреудің жағы досы, ағасы, қарындасы, әпкесі. Бұлардың барлығының тағдыры бүгін сіздің дұғаңызға қараған. Қосыңыз оны дұғаңызға. Одан кейін мына елдің жағдайын, бейбіт деп отыр ғой Алла тағала. Мына елімізді Раббым өзіңе бойұсынатын күйге әкелші Раббым. Дүниемен, өйткені пайғамбар Алла тағала Құранда айтады: "Лау анна ахлал қуро", егер де бір қаланың тұрғындары дейді, бір елдің тұрғындары аману уаттақу, Алла тағаласына иман келтіріп, сосын Алла тағаладан абайлайтын тақуалық жасаса, лафатахна алейхим баракати минас самаи вал ард. Мына көк жер былай тұрсын дейді, мен көктен берекет түсірем дейді. Қараңыз, көктен сондай берекет түсіріп жіберем, мынау дамып кетеді дейді мына ел. Сендер дүние жақтары емес, сендер рухани дүниелеріңді өзгертсеңдер маған қарай, мен дүниені жасап бере салам дейді оны. Түсініңіз ғой. Бұл түнде сіз ризық сұраған кезде де мысалы жаңағындай тамақ, ризық, осындай деген нәрсені сұрамасаңыз да ол шешіліп қойған нәрсе ол. Бірақ біз бұл дүниеде қазір түнде сұрайтын нәрсе ішкі дүниеде қандай тағдыр керек? Тахаджудты тағдыр керек па келесі қадір түніне дейін? Түнгі намазы көп болатын жыл керек па? Қандай нәрсе керек? Таң намазы қаза болмайтын. Немесе қаза болып қойса да, мысалы бір күні бұрынғыдай емес, жылап тұратын, Раббым, Раббым деп та, өкініп оқитын сол қазасын. Жай ғана жүрекпен емес та, анаңызға туф демейтін. Осы нәрселер сіздің жүрегіңізде қазір қай нәрсе уайым, сол нүктесін тауып алыңыздар деп отқаным ғой. Қайсысы мен сұрасам, басқасынан құр қалмаймын дегендей. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: кімде-кім Аллах тағаланы еске алған кезде дейді, шын беріліп, жаңағы еске алып жатқан болса, Раббысын сұраудың орнына дейді, қараңыздар, сұраудың орнына мені еске алып кетсе, мен сұрайтыннан білем ғой дейді, не сұрайтын бәрібір. Сұрағанынан да артық берем ғой дейді оған.
Сондықтан сіз уайымдамаңыз, алла тағала сіздің жағдайыңыз, ол сіздің жағдайыңыз сізден артық рахымына бөлегісі келеді. Сіз ойламаған жақтан ризықтар ұйымдастырғысы келеді. Өйткені ол бай, оныкі сарқылмайды, оныкі көп, біздікі таусылады. Сондықтан сіз негізгі нүктелерге жүрегіңізді бүгін істетейік, құрметті жамағат. Сол нүктелермен дұрыс тапсақ, дөп бассақ, Құдай қаласа Алла тағаланың беретіні бұл түнде енді өте көп та. Мен сондықтан енді уақыттарыңызды алмайын, жаңағы құлшылық зікірлеріңізге, жаңағы пайғамбарымыз салана субханаллахи ва бихамдихиді таңертең 100 рет айтса, кешке жақын 100 рет айтатын. Біз оны күнде үйтіп істеп жүрген жоқпыз ғой. Неге соны қазір істеп болмасқа, сосын Алла тағала 1000 ай істейді деп жазады. Астағфирулла ва атубу илейхи, Аллахым сенен кешірім сұраймын, саған тәуба етемін деген 100 рет айтатын таңертең және кешке. Ал біз оны күнде істеп жүрген жоқпыз ғой. Оны қазір айтсақ 1000 айдан хайырлы жазылмай ма? Сол секілді жәннатты ерекше сұрайық қазір. Тозақтан ерекше сыйынайық. Міне, 3 реттен, 7 реттен айтайық. Сөйтіп осындай зікір, дұға, истиғфар, кешірім, сосын бағанағы Айша анамызға өсиет етілген дұға: Аллахума иннака афуун каримун тухиббул афва фаъфу анна. Я Аллах тағалам, сен елемеушісің ғой. Сен кешірімділікпен қараушысың ғой. Кешірімділікпен қарауды, елемеуді жақсы көресің. Мені елемеші күнәларымды. Раббым кешірімділікпен қарашы деген осы дұғада өте көп айтылатын түн бұл, иншалла.